жетекшісі педагогика ғылымдардың кандидаты доцент Мукашева Мария Баскеновна. Топ мүшелері: Алпысбаева Толғанай, Елеусінова Аружан, Кадырбек Айгерім, Сапарбай Гүлбану, Ынтымақ Сұңқар. Құпияға толы отырар Сырдарияның Сарыталасы Қызылқұмның солтүстік-шығыс алқабын бойлаған тізбектелген қорғандар бірнеше мыңдаған гектар жер көлеміне созылып, ұзақ шақырымдарды алып жатыр. Ықылым мәдениеттің шырақсыз іспетті бұл қорғандар сырын ішіне тығып, бүк түсіп жатқандай. Кезінде өркениеттің ортасы, ғылым мен білімнің бел ортасы, мәдениет пен өнердің сарайы, сауда мен кәсіпкерліктің өзегі болған отырар бүгін қорған мен төбе болып өлі қалаға айналған. Тіршілігі бірнеше ғасыр бұрын өшкен шаһарда бейне бір күш қорғап тұрғандай. Бүгінгі әңгіме орта ғасыр дәуіріндегі көркейген отырар кетінде орналасқан, атаңызға айналған әлемдегі ірі кітап қорларының бірі отырар кітапханасы турасында болмақ. Ал ғұндардың өздері өз тілінде жазбалар қалдырып, географиялық карта сызған деседі. Бұл кітапханада ежелгі сына жазумен жазылған туындылар мен папирус орама қағаздарынан бастап, орта ғасырлық Еуропа, Араб және Қытайдың көрнекті ғалымдарының шығармаларында жинақталыпты. Ғасырлар тоғысында кітаптар қоры әлемнің әр түкпірінен мыңдаған әдебиеттермен толыға берген. 12 ғасырдың аяғында отырар кітапханасы атақты Александрия кітапханасынан кейінгі ең ірі кітапханаға айналды делінген. Сонымен қатар, моңғол шапқыншылығы кезіндегі ең ірі кітап қорларының бірі осы отырар кітапханасында болған. Отырар кітапханасы орта ғасырдағы әлемдік өркениеттің дамуына теңдессіз үлес қосқан ғылым ордасы ретінде белгілі. Ертеректе Фарабат алған бұл аймақта аты әлемге мәшһүр. Әлемдік ғылымға сүбелі үлес қосқан көптеген ғалымдар дүниеге келген. Отырар жаһандық өркениетке ықпалды болған дарынды 22 Әл-Фарабидің отаны. Әл-Фараби Фараб өлкесінде дүниеге келген деген мағынаны білдіреді. Солардың арасынан туған қаласының атын жер көкке шығарып, отырардың абыройын асқақтатқан Аристотельдің шәкірті, Авиценнаның ұстазы, әлемдік ғалымдардың еңбектерін қыпшақ тіліне аударған Абу Наср Мұхаммед ибн Мұхаммад Тархан Әл-Фараби 870-950 жылдар аралығында өмір сүрген. Аты әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, ботаник, физик, астроном, лингвист, логика және музыка зерттеушісі. Ғылыми еңбектерінің ішіндегі ең танымалы қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат деп аталатын туындысы. Сапсаған саудагерлер, керуендер мекені, қолөнершілер, зергерлер, шеберханалары мен наубайханалары қызу қайнасып, бейбіт өмір кешіп жатты. Кенеттен жауғылы отырардың саналы да салиқалы тіршілігінің астан-кестеңін шығарды. Отырар 6 ай бойы жауға берілмеді. Қыпшақтың Бабата, Сығанақ қалалары қиратылып, Бұқара, Самарқанд, Қиуа сияқты барлық хорезмдік мемлекеттердің талқандалғанның өзінде отырардың қамалы мықты болды. Шыңғыс хан ордасы 1218 жыл. Сүйінші ханем, ал сүйіншімді. Ханем, сіздің көптен күткен тілегіңіз орындалды. 6 ай бойы беріспей отырарды жауладық. Жермен жексен қылдық, күл талқанын шығардық. Жарайсыңдар мен сенімді сарбаздың. Кітапханашы, кітапхананы жаулай алдыңдар ма? Кітапхананы басып алдыңдар ма? Жоқ, ханем. Ол кітапханада отырармен бірге күл талқан болды. Ол кітапхананың тек қана күлі ғана қалды. Отырар адамдарын мойындаймын, ақыл бекер. Қазынасын бермеді. Қамалын алсақ та қазынасын ала алмадық. Қабайы, маған керегі
отырардың көк құшқан күлі емес, маған керек сол қаланың кітапханасы еді ғой. Мен сол қаланың алдында 6 ай сол қаланың қақпасын не үшін күзетті ғой дейсіңдер. Маған керегі ол қаланың сумен аққан қан емес, маған керегі ол кітапхана, ол отырар кітапханасы болатын. Сол жерде барлық білім, сол жерде барлық ақыл жасырылған еді ғой. Отырарды ала алғаныңмен, қамалын ала алғаныңмен қазынасын ала алмақпын. Сонда менің 6 ай еңбегім, 6 ай кеткен уақытым бекер болды. Түсінесіңдер ма сендер осыны? Кітапханаларының шырақшысы, Сұңақ руының баласы, оқымысты, көріпкел, Отырар кенті жайында хикая поэмасының авторы Хамсуддиннің абыр-сабыр уақытта құнды кітап қорын жер асты өткелдеріне жасырып тастағандығы жайлы болжам деректері бар. Бұның барлығы болжам ғана, нақты оның кітаптарды жасырғандығы туралы, қайда жасырғандығы туралы мәліметтер жоқ. 30 жыл бұрын Көкпардан төбелерінің маңында борсық қуалаған бір малшының иті інінен араб тілінде жазылған көне заманда бекітілген кітапты аузына алып келеді. Тарихшыларға бұл бір ілік болды. Хамсуддиннің сол кездегі жасырған кітаптары бар екендігі рас болса, қазақ халқы көптеген бай мұраға кенеліп, әлемдік өркениетте орны ерекше елге айналар еді. Тарихтағы көптеген сұрақтардың жауабы табылар. Сонымен Александрия кітапханасы 391 жылы өртелген болса, Шыңғысханның Отырарды 1220 жылы қиратқаны белгілі. Отырар кітапханасы өртелмесе де тағдыры жанашырлық. Халықтың кітапхананы жақсы көргендігіне таңданбасқа болмайды. Бастарына төніп тұрған қатерге қарамастан, кітаптарды жер астындағы құпия қалашыққа жасыруы тарих алдындағы үлкен ерлік, ұрпаққа деген риясыз қамқорлық деп зерттеуші тарихшы Мұстафа Шоқай өз пікірін білдірген екен. Тарихшы Уақит Шарекеновтың пікірінше, қазақтардың басым көпшілігі отырықшы болған және қалаларда тұрған. Сонымен ертедегі қазақтар кітап жазған. Көп жазғаны соншалықты оларға жазуға арналған материалды ойлап табуларына тура келген. Бұрын негізінен теріге жазған, ондай кітаптар өте ауыр болып келген. Бұған біздің дәуіріміздің басында Қазақстанның оңтүстігінде Таразда қағаздың ойлап табылғаны дәлел бола алады. Демек, қағазды Отырар қаласына жақындау жерде жасаған. Ендеше қағаз ойлап табылған, кітаптар жазылған бұл өлкеде әлемнің ең ірі кітапханасының болғанына еш күмән келтіре алмаймыз деп айтылған. Отырар кітапханасы 1220 жылы жермен жексен етілді, ал Александрия кітапханасы 391 жылы өртелген болатын. Міне осы екі аралықта 830 жыл бойы Отырардағы ең басы сол кезде бар болып, ондағы Отырар халқы ол кітапхананы жер асты жолдарына жасырып қойған болса, не себептен ертедегі шығыстың ойшылдары, шығыстың зерттеушілері, оқымыстылары ол кітапхананы тауып алып, қам қарекеттерін жасамады екен деген мәлімдеме жасайған болатын. Қайнар университетінің ректоры Еренғайып Омаров бұл аңыз жайында былай сөз еткен. Философтар жер бетінде алдымен сөз пайда болды деген. Соған орай шығыстың бір дана патшасы әлемнің барлық ғалымдарын жинап алып, сол сөзді табуға бұйырады екен. Ғалымдар көз майлары тауысқанша сол сөзді іздейді. Әрине, кітаптардың көмегімен сол сөзді табады деседі. Табылған сөз барлық әлемнің жұмбақтарының жауабы болады. Ол сөзді тапқанға тіпті патшалар да, биліктегілер де қатты қуанып мәз болады. Алайда уақыт өтісіменен уақыт оның барлығын жоя бастайды. Яғни дегеніміз, патшалардың аттары ұмытылып, қалалардың барлығы қиратылады. Сонымен қатар сөз де жоғалып кетеді. Сол сөзді ғалымдар әлі күнге шейін іздестіріп таба алмай келеді. Маған кейде әлемді жаулаған Шыңғысхан да сол сөзді табуға аласұрды ма екен деген ойда келеді. Не болмаса, отырарлықтар ерегескендей сол сөз үшін кітаптардың барлығын тығып тастады ма екен. Алайда сол сөзді Шыңғысхан тапты ма белгісіз. Әлі күнге шейін сол сөзді біз де кітаптардың арасынан іздестіріп келеміз.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында көне отырардың қайта өрлеуі зерттеу қаулысы негізінде елдің бергі өмірінен сыр шертетін отырар жайлы көптеген баға жетпес жәдігерлер мен ескерткіштер өз қалпына келтірілген. Дегенмен бақша жұрттың зарыға күткен отырар кітапханасы жайында ешқандай да мәлімет деректер табылмаған. Тіпті ол жер жайына, яғни отырар кітапханасы туралы көптеген көріпкел тәуіптер өз болжамдарын айтып, әуре сарсан болуда. Елдің көптен күткен халық әлі дүние есігін ашпаған отырар кітапханасы жайында болашақта 7 жасар баладан үміт күтіп, сол күнді торыға тосуда. Дүние жүзіндегі Александриядан кейінгі ең үлкен кітапхана отырар қаласында еді. Ғажайып кітапхананың өзіне сай оқырмандары болатыны да заңдылық емес пе? Дерек көздеріне сүйенелік. Егер бүгінгі таңда отырарда 10 шақты ғалым ғана бой көрсетсе, ол кезеңде даңқы жер жарған ұлы қалада 1100-ден астам қуатты ғалымдар шоғыры салтанат құрды. Сол топ ішінен біздің білетініміз жалғыз Әбу Насыр әл-Фараби ғана. Әбу Насыр бабамыздан өзге отырарда 30 әл-Фараби ғұмыр кешкенін, олардың арасында астрономия, физика, математика саласында әлемдік деңгейде жаңалық ашқан ұлы тұлғалар болғанын, және ол бабаларын қазақ жеріндегі бүгінгі ұрпақтары мүлде білмейтінін ұғыну қандай өкінішті. Егер тағдырындағы ең шуақты шұғыла рухани парасат екенін ескерсек, қарын мүддесі ғана алға шыққан бүгінгі кезеңде бәрімізді отырар кітапханасының ұлы рухани парасаты жебесін деп тілек етелік. Қорыта айтқанда, қатыгез жау қала тұрғындарын да қаланы да осы жер бетінен өшірді. Тек кенттің өркениетін тарих беттерінен өшіре алмады. Қазіргі кезеге шырайлы шаһарда құм төбешіктер мен көптеген қорғандар бой көтерген. Абыр-сабыр болып жатқан қаланы бір мезетте жұтып алғандай тыныштық орнаған. Жүзжылдықтар тоғысында отырардың қазынасына қанық болғысы келген энтузиаст жандар менен көптеген еңбек сіңірген ғалымдардың арқасында көптеген көненің көзін көрген қорғандарға біраз құпиясын сыр шертіп жақындадық десек те болады. Алайда ұлттық мәдениетіміздің асыл мұрасына жету үшін әлі де ерен еңбектер атқаратынымыз сөзсіз. Әрине, ұсынылған тақырыптар өте күрделі, тарихи, ғылыми маңызды. Бұл тақырыпты әлемнің ғалымдары мен тарихшылары зерттеуде. Біз тек қана қысқа, негізгі мәліметтерді ұсындық. Біздің сабаққа қатысып, бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сау, саламат болыңыздар.